Сәлем баршаға. Біз бүгін сіздермен сникерс пирогының оригинал нұсқасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ майға жұмыртқамен қантты салып, жақсылап араластырамыз. Қант еру керек. Және осы жерде майдың сапасына мән беріңіз. Бұл пирогтың негізгі сыры май өте сапалы 82-де 5% болу керек. Үстінен құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізіп, жұмсақ етіп, қамыр дайындап аламыз. Осы құрғақ ингредиенттерге ванилин қосып жіберсеңіз болады. Алғашында қамыр бір-біріне бірікпеуі мүмкін, кейіннен жақсы бірігіп, жұмсақ қамыр пайда болады. Дайын болған қамырымызды формамызға жақсылап орналастырып шығамыз. Форманы майлаудың қажеті жоқ. Осы жерде ыңғайыңызға қарай оқтаумен жайсаңыз да болады. Қамырымызды орналастырып болған соң, варенка сгущенкасын дәнекпен араластырамыз. Тұзды дәнек болу керек. Егер тұзды дәнек болмаса, сгущенкаға шым-шым тұз қосып жіберсеңіз болады. Жақсылап араластырған салмамызды қамырға орналастырып шығамыз. Духовкада 25-30 минутта 180 градус немесе өзіңіздің духовкаңыздың ыңғайына қарай пісіріп аламыз. Сосын таза қара шоколадқа май салып, микроволновкада немесе водяная баняда шоколадты ертіп аламыз да, оған да кішкене дәнек салып араластырамыз. Әбден суыған пирогтың бетіне осы шоколадымызды құямыз. Пирогыңыз өте суыған болу керек, тіпті тоңазытқышқа салып қойсаңыз да болады. Бетіне әлгі шоколадты жағып, бетін өзіңіз қалағандай әрлесеңіз болады. Мысалы үшін жеміс-жидектермен. Ал астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.